сен разы болатындай алып баратын дүп түзу жолмен жүргізе көр. Көнеге сұратып отыр ғой. Көнеге менің есіме салынып тұру керек екен. Көнеге. Мен оны өзім тіліммен, жүрегіммен айту керекпін намазда. Ол бір рәкағатта мысалы айтасыз. 4 рәкағат 4 рет оқыдыңыз. Күнде қанша намаз оқимыз? Қанша рет оқылады ол? Сосын қанша рет сол намазда тура жолмен қатар әлгі ашу астындағылармен адасқандар есіме түсіріледі. Фатиханың соңында екеуі көз алдында тұру керек. Ашу астындағылар, адасқандар. Раббым тура жолмен жүргізе көр. Олар шақырып жатыр, шақырып жатыр. Болды, олар уже қиянаты өтті, өздерінің жолын таңдады. Басқа істейтін амал жоқ, таңдаулары сол. Тура жолдың айналасында қаншалаған жолдарды жасауға Алла Тағала жол берді, сынақ болсын деп. Күллісі шақырып жатыр. Сізді де, балаңызды да, еңгіздегі жұбайыңызды да. Тура жол. Сосын Алла Тағала бізге шекаралар белгіледі. Өзі солай қалады. Шекаралар белгіледі. Сондықтан сол шекараларға қатысты бізге былай деп айтып жатыр Алла Тағала. Уәлә тәтау. Шектен аттамаңдар. Шектен шықпаңдар. Жалпы бір маңызды нәрсе, Алла Тағала қандай да бір нәрсені бұйырған болса, шайтан сол бұйрыққа қатысты екі адастыруды ұйымдастырады екен. Намаз бастайын деп тұрмын. Сосын мына жақта біреу арқылы келіп айтады, жалпы енді қазір бүйтіп жүрегің таза болса да болды, жетеді сол. Намаз дінде бар ғой, енді иман келтірдің, намаз оқымасаң діннен шығармайды сізді. Фәтуа солай. Кәпір болмайсың. Шайтан осы жақты ұйымдастырады да, Алланың намазды атқар деген бұйрығына немқұрайды бір мұсылманды жасап шығарғысы келеді. Екіншісі, намазды жақсы көрем, атқарам да, намаз оқуымды намаз оқымайтындарға таразы қылам да, қатты кетем. Сөйтіп кәпір қылам оның бәрін. Сонда көрсе бір бұйрықтың өзіне шайтан қандай екі нәрсе жасайды. Сөйтіп мына екеуі де енді ақыретінде Алла Тағаланың есебінде ғой. Екеуінен де енді мына тура жолға пайда жоқ, проблема болмаса. Оны ол өзі түсінбейді. Жағдай өте қиын. Соқтан шектен шықпау деген нәрсе. Көрсе, Алла мен елшісінен озып үкім шығармау. Кейде мен дінді жүргеннен кейін біраз нәрселерді үйрендік, білдік. Бірақ білмейтін нәрсең бар. Сол себепті ісің қазіргі айтқалы тұрған бір шешімің өте үлкен қателік әкелуі мүмкін. Мысалы қараңыздар, жағы 1400 тақуаны елестетіңіздер. Худайбияға жорыққа шықты. 1400 тақуа. Бұған дейін күллі шайқастарға қатысқан, шейіт болуды аңсаған мұхажирлер, ансарлар, хайырлы буын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен кеп Худайбияға жеткен кезде мүшриктер жолдарын бөгеп, өздерінше отырып алып, уақыттарын алып, бөгеп, келе жатқан умраларын жасатпауға дейін тырысып, өздерінше шарттарын ұсынды. Солардың ұсынып жатқан шарттары біз бағана айтып отырмыз ғой, бұл жолдың басында Алланың өзі қарап басқарып тұр. Елшісі. Алла Тағала болашаққа қамтыған білімі, болашақ. 1400 тақуа, ол болашақты көріп тұрған жоқ олар. Біз олардан хайырлы бола алмаймыз. Мен ең хайырлыларды келтіріп отырмын мысалға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаладан уахи етіледі. Ана ұсынып жатқан шарттарына қол қоя сал. Раббымыз